Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен шиеден дайындалатын компот жасаймыз. Бізге қажетті заттар 800 грамм шие және мята 250 грамм құмшекер қажет. Ең алдымен шиелерімізді жуып, ыдысымызға салып аламыз. Үстінен 8 литр су құямыз. Үстінен құмшекерімізді саламыз. Одан соң араластырып, үстінен мяталарымызды салып шығамыз. Бір қайнатып алып, өшіріп, суытып, холодильникке салып қоямыз. Осындай өте дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.